нақты деректерге негізделген нәтижелер, уақыт белдеуінің өзгеру, халық өмірінің негізгі көрсеткіштеріне теріс әсері болмағанын айқындайды. Сонымен қатар, өңірлерде талқылау барысында мәслихат депутаттары жұмыс кестелерін ауыстыру арқылы жұмыс уақытын оңтайландыру жөніндегі бастаманы қолдады. Бүгінгі таңда Шығыс Қазақстан облысының бірқатар аудандарында Қатон-Қарағай, Марқакөл, Үлкен Нарын, Зайсан, Тарбағатай, Самара, Күршім тұрғындар тарапынан қолдау тауып, жұмыс кестесі таңғы 8-ден кешкі 5:30-ға дейін өзгертілді. Бұл шаралар азаматтар үшін қолайлы жағдай жасауға, сондай-ақ кәсіби және жеке өмір арасындағы теңдікті жасартуға бағытталған. Қажет болған жағдайда осындай тәжірибені жергілікті атқарушы органдар басқа өңірлерде де қолдануға мүмкіндігі береді. Бар. Мониторинг нәтижесі наурыз айының басында мәжілістің аманат фракциясына енгізілді.